Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lillahil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasuliki Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Барлық мадақ, мақтау, шүкірлер әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға болсын. Адамзаттың асылы, адамзат баласын туралыққа, ізгілікке насихаттаған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға, отбасына, ізіне ерген сахабаларына Алла Тағаланың игі сәлемі, салауаттары болғай. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, қадірменді ағайын. Баршаңызға алда келе жатырған мұсылмандардың ең ұлық мерекесі, қасиетті Құрбан айт құтты болсын. Құрбан айт елімізге амандық, тыныштық, береке әкелсін. Елімізді Алла Тағала қауіп қатерден, бәле жалардан сақтасын дейміз. Ал енді құрметті ағайын, осы Құрбан айт мерекесіне байланысты осы Қазалы ауданындағы 5-ші кварталде үлкен осы Құрбан айтқа байланысты іс-шара өткізілейін деп жатыр. Сол іс-шараға сіздерді қатысуларыңызды сұраймын. Осы 5-ші кварталдың ауылының осы жастары Секен Сейфуллин атындағы 165-ші мектептің жанында күрестен жарыс өткізіледі. Тағы басқа осындай спорттық іс-шаралар болады. Ол 5-ші маусым күні сағат 4:00-де басталады. Және де 7-ші маусымда Құрбан айт намазынан кейін 2-ші күні Құрбан айттың осы Әли Мұса мешітінің жанында халыққа арналып арнайы Құрбан айт мерекесі аталып өтіледі. Спорттық іс-шараларда осы Құрбан айт мерекесіне байланысты иншалла өткізілетін болады халыққа. Және де термелер тартылып, тағы да басқа осындай мерекелік кештер ұйымдастырылады. Сондықтан да осы мерекеге қатысуыңызға сіздерді сұраймыз. Алла Тағаладан келіңіздер, қатысыңыздар.